Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін қара қазанда дәмі өте керемет болып шығатын, тағамға қосқанда тағамыңыздың дәмі бал татитын томат дайындайтын боламын. Қазанымызға сұйық май құямыз. Майымыз қызғаннан кейін жартылай сақина етіп туралған пиязымызды саламыз. Содан кейін жақсылап қызарғанша қуырамыз. Үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Араластыра отырып, сәбізді де жақсылап қуырамыз. Сәбізіміз жақсылап қуырылды, енді тартқыштан өткізілген қызанағымызды құямыз. Қайнағанын күтеміз. Жақсылап қайнады, енді 4 бұрыштап туралған тәтті бұрышымызды саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Сіздер де осындай томатты міндетті түрде дайындап көріңіздер. Себебі бұл томат кез келген тағамымыздың дәмін келтіреді. Қара бұрыш, туралған сарымсақ, лавр жапырағын, укроп, петрушка саламыз. Егер сіздерге менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Себебі алда көптеген тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Дайын болуға жақындаған кезде құмшекер салсаңыздар болады. Қыстың қамын жазда ойла демекші, ерінбей дүкеннен сатып алмайтындай, тамаққа қосатын дәмді осындай томатты жауып алайық. Астарыңыз дәмді болсын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк қойып, қоңыраушаны басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер.